Сәлем, менің каналыма қош келіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын, тез жасалынатын самса рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін сармайымызды өткіштің көмегімен осылайынан видеодағыдай өткізіп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, менімен бірге жасап көріңіздер. ұн мен сармайды жақсылап араластырып алып, енді бір жұмыртқа, одан кейін қопсытқышты салатын боламыз. Құрамына керекті заттарды төменге видеоның астына жазып қалдырамын. Одан кейін татымына қарай тұз салып, және сүт қосатын боламыз. Қамырымызды илеп, жарты сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. Сонымен қатар менің осы видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Енді салмасына туралған ет, туралған және шмай, сиырдың және картоп, пияз салатын боламын. Татымына қарай тұз, бұрыш, зира барлығын араластырып дайындап қоямын. Енді қамырымызды жарты сағаттан кейін алып, осындай бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Менде 20 бөлік шықты. Енді 20 бөлік шыққан кейін осылайынан домалақтап алып, самсамызды түйетін боламыз жайып. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Салмамыз салып, түйеміз. Жасалу жолы өте оңай, 20 минуттың ішінде жасауға болады. Ауызашарға осылайынан жасап көрсеңіз болады. Қазір ауызашар айы, оразаларыңыз қабыл болсын. Осылайынан тез арада жасап алуға болады. Жасап болған соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да видео рецептерінің түрлері өте көп. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы, пайдалы, дәмді тағамдармен ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.